Біз бұған дейін бірінші бөлімде негізгі логикалық заңдарды қарастырдық. Алда медиада халықты саясатқа араластырмай аулақ ұстауға пайдаланатын логикалық айла тәсілге тоқталып, мысал келтіреміз. Мұны әлбетте біле жүргеніңіз абзал. Біздің бірінші қарастыратынымыз игноратio elenchi немесе тезисті алмастыру, яғни латын тілінен аударғанда сәтсіз теріске шығару, не диван батырларынша айтқанда біздің көңілімізді басқаға аудару. Ішкі мәселелерді шешуге тырысқанша сырттан жау іздеу, не жеңіл желпі контент өндіретін қандай да бір медианы қаржыландыру мен сериалдар түсіру. Осы формалды логиканың манипуляциясының нақты мысал ретінде келтіруге болады. Шыныңызды айтыңызшы, досыңызбен соңғы рет талқылаған қазақстандық сериалыңыз қайсысы болды? Дегенмен, игноратio elenchi әрқашан негативті болмайды. Бірақ ол жерде міндетті түрде манипуляциясы болады. Ал позитив мысалдарын күн сайын жарнамадан көреміз. Біз қарастыратын екінші тәсіл argumentum ad hominem, немесе адамға қарсы аргумент. Қарапайым сөзбен адамның жеке басына тиісу деуге болады. Демагогтар бұл кезде талқыланып отырған мәселеден оп-оңай жеке басыңызға өте салады. Мысалы, елімізде аса маңызды саяси мәселе қозғалып жатқанда, бәз бір блогер боқты да ажырата алмай саясатқа неменеге араласасыңдар деген сарында мәлімдеме жасағаны есіңізде бар ма? Ақпарат ағыны көп, қолында билігі бар, аудиториясы астатөк персоналар сізбен бізге манипуляция жасау үшін, саясат пен аса маңызды мәселелерге араластырмау үшін түрлі айла тәсілге барады. Мұндай кезде ақ пен қараны ажырату аса маңызды. Формалды логика мен манипуляцияға ұшамау жолдарын бізбен бірге таныңыз. Парақшаларымызға жазылып, каналға тіркеліп, күмәнді ақпараттарды бізге жіберіңіз.